Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі және жұмсақ болып шығатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін керек заттарымызды дайындап аламыз. Оны керек болады. Және қант, айран, және сары май, не болмаса маргарин қолдансаңыздар да болады. Және жұмыртқа, қопсытқыш керек болады қамырына. Енді начинкасына алма тосабы және мак керек болады. Енді қамырымызды жасауды бастаймыз. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды салып, қантпен бірге араластырамыз. Вилка не болмаса венчикпен араластырсаңыздар да болады. Бөлме температурасында тұрған айранымызды құйып аламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бөлме температурасында еріп тұрған маргаринімізді саламыз. Маргаринімізді салып алдық. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Осылай салып араластырып алдық. Енді аз-аздан бөліп қамыр илейміз. Қамырымызды илегенде басында қасықпен араластырып алған дұрыс. Осылай қамдап жақсылап ұнды аз-аздан салып отырамыз. Бірден салмаймыз оның бәрін. Осылай салып алдық. Енді қолымызбен илейміз қамырымызды. Осылай қолмен илеп, жұмсақ қамыр болып жасаймыз. Осылай жұмсақ болып шықты қамырымыз. Міне. Мен қамырды 3 бөлікке бөліп алдым. Жайылғанда оңай болу үшін кішірек 3 бөлікке бөлдім. Қамырымызды жаюды бастаймыз. Каналымда жаңа рецепттер шығып тұратын болады. Жазылып алуды ұмытпаңыздар. Осылай жайып алдық. Енді начинкамызды түгел жағып шығамыз. Сіздер басқада варенка, не болмаса жаңғақ қолдансаңыздар да болады. Осылай түгел жағып алдық. Енді мак сеуіп шығамыз бетіне. Осылай мак сеуіп алдық. Енді печеньемізді орап, қамырымызды жартысына дейін ораймыз. Мен осылай жартысына дейін орап алдым. Өйткені түгел орасақ қалың болып кетуі мүмкін және арасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін екіге бөліп, жұқарақ болғаны дұрыс. Осылай екіге бөліп алдым. Қалған бөлігінде солай орап шығамыз. Осылай орап аламыз. Енді қамырымызды кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай бөліп алдым. Пергаментімізге орналастырып, екінші қамырды жаюды бастаймыз. Екінші қамырымызды дәл солай жаямыз. Қатты жұқа, не қалың болып кетпеу керек, орташа қалыңдықта болған дұрыс. Түгел жағып шықтық. Мен екінші бөлігіне мак сепкен жоқпын. Алдыңғы қамырымыз сияқты екінші бөлігінде бөліп аламыз екіге.
осылай бөліп алдық. Екінші бөлігінде солай орап шығамыз. Осылай бөліп алдық. Енді пергаментімізге орналастырып 180 градуста пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын, жұмсақ, әдемі болып шығады. Қаласаңыздар бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Мен сеуіп шықтым. Сіздерге де жасап көруді кеңес беремін. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады.